Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін бізде шөптің арасынан брейнроттарды ұрлап қашатын боламыз. Мен енді қазір ғана видеоны бастадым, ойынды қазір ойнадым, ал қазір достарым маған бір брейнроттар берді. Олар өте редки, мықты брейнроттар. Бұл брейнроттар ешкімді жоқ шығар, қасымдағы балдарым мықты екенсіңдер. Кім болсын да ат душы екен. Қазір біз мына жерге крафт жасайтын боламыз, және де басқа жерлерге барамыз. Мына адамдардың, мынау менің базам, мына адамдардың базасында не деген ақша, не деген ешкім жете алмайды ғой оларға. Мен пирожение жасадым, соның арқасында мен өзімнің орағымды үлкейтіп алдым, және де ең мықты осы орақты алып алдым. Енді бізде пәсті қарасаңдар 1 минут 25 секунд деп тұр. Осы секундтар біткен кезде бізде небесный брейнроттар шығады. Осы секундты күткенше біз осы жерде тұра тұрайық. Жұрттардың брейнроты осындай енді. Өте мықты, мекінен 10 есе, 100 есе, 1000 есе мықты брейнроттар бар. Енді біз ар жақ қарай бара берейік. Біздің борағымыз өте мықты. Төрт секунд, 3 секунд қалды. Біз брейнротты қазір аламыз. Дәл қасымыздан драгон камелони шықты. Осы брейнротты алып, өзіміздің вазамызға қайтамыз жүрген жолымыз арқылы. Достар, егер де осы видеоның жалғасын күтсеңдер, менің видеома лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Және де 1000-10 мың просмотр смело жинап тастайық. Осы жерде SX Кола мықты мекен, или Драгон Камело мекен. Енді біз 322-ке көтерейік Драгон Камелоны. Мына жерде SX Кола 322, қазір кім мықты екенін бірге көретін боламыз. Менің ойымша Драгон Камелони әшейін мықты деп ойлаймын, себебі ол небесный брейнроттардың бірі, және редки деп атасақ та алады. Үш жүз жиырма екі азғантай қалды. Уже мынаның ақшасынан асып кетейін деп жатыр. Уже мынадан 2 ДД асып кетті. Мына ақшаларды түсінбедім мен. ДД дейді. Мыналар Цунамиде басқаша да, С2 ДД-дан үлкен, ал нерде С2 ДД-дан кіші болып тұр. Әрқайсысы әр нәрсе істей береді екен. Қазір мен мына шетке өзімнің брейнроттарымды салатын боламын. Давай, желінсек желіне салайық. Бұл не деп жатыр? Возьмит руку. Түсінбей тұрғаным.
қайтадан қолыма алынып қалды ғой. Бізге 3 брейнрот сал деп тұрған шығар қазір. Ар жақтан бір нубик брейнроттарды алайық. Біздің базадағы брейнроттарды тиіспейміз. Осы жерден дельфин брейнротты алып саламыз да, кейін не болатынын көрейік. Бізде достар, жеңіп қалған жоқпыз ба? Қазір бұны дамытқанда көреміз. Strawberry элефант өтісті ғой. Кайф па достар? Қазір бізде 1 минут қалды. Тез-тез аяқты орап жүгіруіміз керек. Міне мына шеттен шықты алдымыздан. Орағымыз өзімізден дәуіп жүгіріп кетіп атқанымызге ғой. Қазір мына брейнротты 322-ге дамытып, мына жақтағы бір брейнротты алып аламыз да крафт машинаға саламыз. Енді осы брейнроттардың бәрін 322-ге дамытамыз. Кейін крафт машинаға саламыз. Енді көптен күткен сәт, крафт машинаға салатын сәт
101-ге дейін дамыта салдым, енді көп уақыт отырғым келмеді да. Енді бізде SXC Cola шықты. Осы SXC Cola бағанағыдан мықты, себебі золотой. Қазір қаншаға баратынын көретін болғанбыз. Примерно 30-40-тың арасында болу керек. Жиырма 28 ДД бағанағы Драгон Камелонидан асады. Енді редки брейнрот шығуына 1 минут қалыпты. Қазір біз мынаны дамытып алайық. Бұл 200-150-де қап кетіпті ғой, бейшара болып. 322-ге дамытсақ бұны да. Мен примерно үлгермеймін ау, ар жақтан небесіне брейнрот әкеп. Уже барам дегенше анау пайда болып жоқ болып кетуі де мүмкін. Сосын біреу әкетіп қалуы да мүмкін да. Әдемі ТД дейтін ақша болды ғой. Мынауың дейтін ВГ ғой. Мынаны енді айта алмаймын. 605 уровень дамытып тастапты ғой мынаны. Мен бар ғой, менен бай подписчиктер бар ма екен, жазып кетіңдерші комментке. Қазір біз баратын боламыз, бәрібір де үлгермеймін ғой. Үлгерсем де біреу әкетіп қалатын шығар уже. Драгон Камелой шықты. Ой, жалмауыз. Менен бұрын барып алғанын қарашы мұнаның. Скорсы. Бірде ғой екеуміздің скорсымыз. Ай, тупой десе. Мына жақтан алып алсақ 42 миллионды аз емес қой. Әп-әдемі ғой. Осы үшеуін крафтқа салып жатырмын. Енді не түсетінін бірге көрейік. Менде Матеоны салмаппын ғой. Достар, 60 миллиондық Матео түсті. Бәрін бірге жинақтады ғой, негізі. Үшеуінің ақшасын брейнротқа жинады десек те болады ғой. Достар, осы жерден видеоны аяқтайын. Видеосы қатты созылып кетуі мүмкін. Бірақ та сендер видеоны өткізіп болсын көре беріңдер. Бізде осындай бүгін қандай мықты брейнроттар алдым. Мына Матеоны да дамытып жатырмын. Достар, осы керемет контент үшін лайк басып қойыңдар. Келесі бөлімді шықсын десеңдер, осы видеоға бір өздерің қалауларың қалағанша лайк басыңдар. Мен соған қарай видеоны ерте шығаратын боламын.
Давай, видео 15 минутқа жетіп қалыпты уже. Достар, сендерден қолдау күтемін. Давай тез 10 000 просмотр, 1000 просмотр болса да жинап тастайық.